Сұхбатымызды бастаймыз. Бөлісіп, таратып, көбейтіп, Facebook'ке салып, сілтемесін беріп, біздің мына су жаңа каналымызға тіркеліңіздер. Желтоқсан оқиғасы туралы сұрақ қойыпты. Желтоқсан оқиғасы емес, желтоқсан көтерілісі. Желтоқсан ұлт-азаттық көтерілісі. Желтоқсан туралы құттықтау айтпадыңыз деген сұрақ есіме түсті. Қазірде де мында жазыпты, желтоқсан туралы неге айтпадыңыз дейді. Айналайын қазағым, 1986 жылғы желтоқсан көтерілісі 2011 жылғы Жаңаөзендегі 16 желтоқсандағы Жаңаөзен қырғыны екеуі де коммунистер жағынан болды. 86 жылғы желтоқсанда да сол коммунистер, оның ішінде Нұрғауын бар. Сол кезде Нұрғауынның бұйрығынсыз олардың ешқайсы атылмайды, сотталмайды. Сол кезде өлімге үкім етіліп атылғандарға партия орталық комитетінің бірінші секретары советтің заңы бойынша қол қою керек. Ол кездегі бірінші секретар Нұрғауын. Сондықтан 16 желтоқсан, 17-18 желтоқсандар, 19 желтоқсандар, одан кейінгі желтоқсанды қудалау, қырғындау, оқудан шегіндіру, тағы басқа түрмеге тығу, үркіту, қорқытудың барлығы Нұр коммунистік жүйенің қылмысы. 2011 жылғы 16 желтоқсандағы Жаңаөзендегі қырғын, ол да Нұр коммунистік, Нұрғауындық жүйенің қылмысы. Сондықтан осы қылмысты қазақ халқының қасіретті оқиғасын, қазақ халқының ұлт ретінде, тұтас ұлт ретінде аза тұтатын осындай арнаулы датаны ұмыттыру үшін оны әдейі мереке қылып қойды. 16, 17, 18 желтоқсан қазақ халқы 3 күн білегіне ақ байлап, аза тұтып, Құран оқып, ереуілге шығып, еске алу шарадарын өткізіп, марқұмдарды еске алып, оларға арнап өлеңдер оқып, спектакльдер қойып, бұл қаралы күндер, аза тұтатын күндер. Біз 16 желтоқсан қазақ халқының тарихында мәңгілік қаралы күн. Мәңгілік қаралы күн. Сондықтан бұны тәуелсіздікпен шатыстырып алмаңыздар. Қазақ халқы тәуелсіз емес. Қазақ халқы қазір нұр отарлық жүйеде бодан халық, бодан қауым, отарланған қауым, шылаудан қауым. Біз қазір жартылай тәуелсіз, жартылай боданбыз. Қазақ халқы шынайы тәуелсіздікке қол жеткізген жоқ. Қазақ халқы бодандықта жатыр, қазақ халқы құлдықта жатыр. Сондықтан тәуелсіздік күні құтты болсын деп құттықтаудың ешқандай керегі жоқ. Қазір бұрын қазақ халқы Совет одағының бодандығында, отарында болған болса, қазір сол Советтің мұрагері Ресей империясы менен Қытай империясының қосар отарында тұр. Ресейдің әскери күш, әскери полигондарының тауарының отарында болса, Қытайдың қаржылық отарында тұр. Сондықтан қазақ халқы тәуелсіздік алған жоқ. Қазақ халқы бұрын бір отаршының отарында болса, қазір екі отаршының отарында тұр. Бұрын қазақ халқының бір ғана қожайыны болса, қазақ құл болып, оның қожайыны орыс болса, қазір қазақ тағы да құл, оның екі қожайыны болып тұр. Яғни екі қожайынға бір малай қазақ болып отыр. Сондықтан бұл ешқандай да тәуелсіздік мерекесі емес, бұл қуанатын, тойлайтын күн емес, бұл қазақ халқының сағы сынған күн, қырылған күн, атылған күн, жабылған күн, жалаланған күн, қараланған күн, оқ атылған күн, бұл қазақ халқының мәңгі ұмытпайтын қасіретті күні. Ал шынайы тәуелсіздік мынау нұрғауындық, нұротандық жүйені аударып, әділ, әділетті, бәсекелі, тең, ашық, жариялы сайлау болғанда, қазақ халқы өзінің адал перзенттерін сайлағанда, заң салтанат құрғанда, бүкіл түрмеде отырған нақақ сотталғандар босатылғанда, нағыз ұрылар мен нағыз қылмыскерлер түрмеге тығылғанда, сонда болады. Тағы сұрақ. Ой, мына сұрақ көбейіп кетті. Оқып үлгермей жатырмын. Доғар ұйқыңды аш деп жазыпты. Оқып жатырмын, деп шетінен оқып жатырмын. Көп балалы аналарға үкімет неғып үй бермейді дейді. Үкімет қазақты осындай мұқтаждықта ұстамақшы, үрейде, жоқшылықта ұстамақшы.
Өкіметтің мақсаты сол. Мен бұдан бұрынғы лекцияларымда айттым. Қара зеңгілерді, қара құлдарды Африкадан Америкаға тасып келгенде, өздері ырғын өмір сүріп, асқан тамақтарын теңізге шашып өмір сүреді. Қара зеңгілерді әдейі күніне бір кесе су, бір тістем нан беріп қана алып келеді. Және оны жеткізбейді. Күніне 10 адамға жеткізбейді. 10 адам сол бір кесе су тимегендіктен, бір тістем нан жемегендіктен 10 адам өліп отырады. Үрей ішінде ертеңгі 10-ның ішіне кіріп қалам ба, ертең нан мен су тимей қап өліп кетем ба дейтін үрей сол қара құлдарды, құлдықты мойындатады. Сөйтіп тұрақты түрде күніне 10 қара құл аштан өліп отырады, лақтырып отырады. 10 қара құлды аштан. Адамдар сонда ертең маған нан тимей қала ма, ертең маған су тимей қала ма деп үреймен өмір сүреді. Сол үреймен өмір сүрген қара құлдар Америкаға сонда кемемен 2 айда жетеді. Сол 2 айдың ішінде құлдықты мойындап, жан үшін арын сататын, таза қанынан өтіп сүйегіне жеткен, басынан бақайшығына дейін таза құл болып шығады екен. Біздің нұрғауымдық жүйенің қазақ халқын кедейшілікте, жоқшылықта, ашаршылықта ұстауының себебі ақшаның жетіспеуінен, жоқшылықтан емес, қазақ халқын осы құлдықты мойындап, аман жүру үшін, сау жүру үшін, жақсы жаңағындай қоңыр қалта болса да түлкі құрсақ жүру үшін осы нұрғауындық жүйені мойындап, соған жан тәнімен берілген құл болғызу үшін әдейіге өсіліп отыр. Болмаса біздің мұнайымыз Араптан көп. Бір Атыраудың мұнай Дубайдың 4 есесіндей мұнай. Біз деген бүкіл қазақ іріп-шіріп өмір сүруге жетеді байлық. Әрбір қазақтың баласы туыласағанда $1 миллион есеп шотына салып, бүкіл қазақтың баласы 5 рет Гарвардта, 5 рет Кембриджде оқитын ақшасын мемлекет төлеп отыратын. Бүкіл қазақтың енді бір-бір жеке ұшағы болып, бір-бір танкі хаммері болып, бір-бір әр қазақ 4 тоқал емес 40 тоқал алып, жаңағы ағы, қарасы, сарысы, көк көз, сары көзіне дейін алып, арабтар құсап битеп өмір сүруге бізде байлық жетеді. Оны әдейіге бермей отыр. Әдейіге бізге тигізбей отыр. Және соған көніп, құлдықты мойындап, жоқшылықты мойындап, үйсіздікті, күйсіздікті мойындап, біз өмір сүріп отырмыз. Ол біздің саяси сауатсыздығымыздан, анжықтығымыздан, ездігімізден. Жақсы, 1 сағат 36 минут бопты. Бауырлар, қарындастар, айыпқа бұйырмаңыздар, аман сау болыңыздар. Мен сіздермен қоштасайын. Сіздерде қазір түнгі сағат ойбай 2 болайын деп қалды. Менде 3 болайын депті. Міне, бізде демалайық. Ал, демалайық енді. Далаға шығып кел, жата қалыңыздар. Аман сау болыңыздар. Құрметпен Серікжан Біләшұлы. Бізде түстен кейінгі сағат 2-ден 50 кетті. 2021 жылдың 13 желтоқсаны дүйсенбі. Аман сау болыңыздар. Сіздермен қоштасам. Барлық қазақ саяси сауатты болсын.